Азия ойындарының 9-шы жарыс күнде Қазақстан құрамасының қоржынына 7-ші алтын медаль түсті. Оны көркем гимнастшыларымыз жеңіп алды. Командалық бәсекеде сынға түскен 16 жасар Алина Адылханова, Даяна Абдырбекова және Адиля Тілекеновалар 159,850 ұпай жинап, тұғырдың ең биік сатысына көтерілді. Қыздарымыз Өзбекстан мен Оңтүстік Корея құрамаларының алдын орап кетті. Сөйтіп араға 8 жыл салып, командалық жарыстың алтыны қазақстандықтарға қайтадан бұйырды. Гимнастшы қыздарымыз 2006 жылы Дохада, ал 2010 жылы Гуанчжоуда жеңімпаз атанған болатын. Каратэден Азия ойындарының чемпионы деген атағын жерлесіміз Гузалия Гафурова қорғап қалды. Джакартадағы 18-ші жазғы ойындарда қазақстандық спортшы 68 келі салмақ дәрежесінде сынға түсті. Бапкерлердің айтуы бойынша біздің қыздың басты қарсыластары Қытай және Жапон спортшыларына қарсы қатты дайындық жұмыстары жүргізіліпті. Алайда Гузалияға вьетнамдық спортшы лайықты қарсылық көрсете білді. Екеуі ара жекпе-жек өте шиеленісті жағдайда өтті. Тіпті кездесу барысында Гафурова жарақатталып қалды. Мамандардың айтуынша қабырғасы шытынаған көрінеді. Дегенмен де ел намысы сынға түсіп жатқан шақта аянып қалмаған аруымыз жарақатына қарамастан Вьетнам қызынан мықтылық танытып финалға жолдама алды. Шешуші жекпе-жекте оның байырғы қарсыласы осыдан 4 жыл бұрын Инчхондағы Азия ойындарында бас жүлдені сарапқа салған Қытай қызы күтіп тұрды. Өз шеберлігін паш ете білген жерлесіміз финалда барын салып, 2-0 есебімен жеңіске жетіп, Азия ойындарының 2 дүркін чемпион атанды. Жалпы Гузалия Гафурова Джакартада 4 жекпе-жек өткізді. Үлкен алғысымды біріншіден әке-шешелеріме білдіргім келеді. Мен туған анама және де қайната мен қайын енеме. Сол кісілер мені қатты қолдады. Сол кісілердің арқасы деп ойлаймын. Күйеуімнің, қызымның арқасы. И, конечно же, ең біріншіден мен жаттықтырушыларының арқасы. Азияда алтыннан басты үміткер болып саналған боксшымыз әлем чемпионы Қайрат Ералиев алғашқы жекпе-жегінде сүрінді. Азия чемпионы әлем чемпионатының қола жүлдегері деген атақтары бар 33 жасар тай боксшысы Чатчай Буттиден жеңіліп қалды. Төрешілер кездесуді 5-0 есебімен қарсыластың пайдасына шешті. Ералиевтің кеткен есесін 75 келідегі Әбілхан Аманқұл қайтарды. Азия ойындарының ашылу салтанатында көк байрағымызды алып шыққан Әбілхан Таиландтың келесі боксшысын үйіне қайтарды. Бұл жекпе-жекте 5-0 есебі тіркелді. Ал ең жеңіл салмақтағы Теміртас Жүсіповтың алғашқы кездесуі оңай болмады. Дегенмен 22 жасар жапониялық қарсыласын 3-2 есебімен ұтып ширек финалға шықты. Және боксшыларымыздан соңғы болып өнер көрсеткен Бекдаулет Ибрагимов та 64 келіге дейінгі салмақта 21 жастағы Қытай спортшысынан басым түсіп, жарысты жалғастыратын болды. Азия ойындарының жүлдегерлері елге оралуда. Сарғырлық додасында ел мерейін асқақтатқан спортшыларды Алматы жұрты ерекше қошеметпен қарсы алды. Таэквондошылар мен семсершілер жүзгіштер ел құрамасының қоржынына маңызды жүлделерді салды. Көпеніктерім барлығы мықты. Бірінші бойдағы қызымыз мысалға 3 рет шыққанбыз. Бірде ол жеңсе, бірде мен жеңіп сөйтіп жүргенбіз. Үшіншісінде осы мен қайтадан өзім жеңіп алдым. Ол чемпионат берді, алдыңғы жылы 3-ші орын алған. Осы жыл енді мен оны одан кейінгі бойларда Иран барлығы мықты. Аты шыққан мен өзім сырттай білем барлығын, сондай спортсмендер мықты. Қазақ еліне Азиядадағы алғашқы алтын жүлдені семсершілеріміз сыйлағаны белгілі. Жерлесіміз Дмитрий Алексанин финалда Олимпиада чемпионынан басым түсіп алтыннан алқа тағында. Еске салсақ, семсерлесуден Қазақстан құрамасы Азия ойындарында 1 алтын, 2 қола медаль жеңіп алды. Все прошло на высоком уровне. Құттықтауларыңызға мың алғыс. Мен өте қуаныштымын. Бұл алтын жүлде төгілген тердің өтеуі. Мені баптап, бұл жарысқа дайындаған бапкерлеріме және маған жанкүйер болған отандастарыма алғыс айтқым келеді. Қарсыластарым өте мықты болды. Теннисшілерімізді Индонезиядан бос қоржын қайтпады. Қазақстандық ракетка шеберлері Азия ойындарында 1 күміс және 2 қола жүлде еншіледі. Мен үшін жарыс аяқталса да толқынысым әлі де басылмай тұр. Бұл менің тұңғыш Азиядам. Индонезияда күміс жүлде еншілесем де, бұл жүлде мен үшін алтынмен пара-пар.